Сәлем балалар, ана тілі 1-ші сынып 7-ші сабақ тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар, мәтін қыз. Ребусы шешсең, мәтіннің тақырыбы шығады. Яғни қар дегенде 2 әріпті, соңғы 2 әріпті алып тастаймыз, жылан дегенде 1 жылны және соңғы 3 әріп алып тастасақ, шешуі қыс болады. Ендеше қыс жылдың 4 мезгілінің бірі. Қыстың ерекшеліктері: күн суытып, кейде қатты аяз болады. Жер ақ ұлпа қармен жабылады. Күн қысқарып, түн ұзағырақ болады. Көптеген ағаштар жапырағын түсіреді, жануарлар қысқы ұйқыға кетеді. Адамдар жылы киінеді, балалар қармен ойнап, аққала жасап, шанамен сырғанап, коньки тебеді, хоккей ойнайды. Бірінші жаттығу мәтінді мәнерлеп оқы. Қыс өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішіне құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады, түнде ғана ағаштарды кеміріп жүр. Бұл мәтіннің бірінші бөлігі. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып бағып қағады. Адамның өзі суықтан қорғанады. Үйіне от жақады, жылы киім киеді. Авторы Міржақып Дулатов. Міржақып Дулатов 25 қараша 1885 жылы туып, 5 қазан 1935 жылы өмірден өтті. Қазақ ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Қыста орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Оның себебі неде деп ойлайсың? Басқа аңдар туралы не білесің? Қыста ормандағы өзендер мен көлдер өзгерістерге ұшырайды. Негізінен ауа температурының төмендеуінен және судың қатуымен байланысты болады. Кейде қатты ағысы бар өзендердің беті қатпауы да мүмкін. Балықтар мен тағы басқа су астындағы тереңірек және жылырақ жерге немесе мұз астындағы оттегі бар жерлерге көшеді. Көлдердің ағысы болмағандықтан олардың беті қалың мұзбен қатады. Ормандағы ағаштар жапырақтар түсіп, тіршілік әрекеттері баяулайды. Шырша, қарағай сияқты қылқан жапырақты ағаштар суыққа бейімделген. Аю, борсық, суыр сияқты кейбір жануарлар қоректің азығынан және суыққа байланысты ұйқыға кетеді. Тиін сияқты жануарлар жаңғақ, тұңғын жидектерін жинайды. Қасқыр, түлкі, қояндар жүні қалыңдап, түсі өзгеріп, ақ қоян яғни жылы сақтауға және жасырынуға көмектеседі екен. Екінші жаттығу: көмектің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз. Өзен дегенде е дауысы дыбыс, күндіз дегенде дауысы дыбыс, қысты күні дауысы дыбыс және киім дегенде и дауысы дыбыс. Енді осы сөздерді дыбыстық талдау жасалынды. Өзен 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын, дауысты, з дауысыз, е дауысы, н дауысы, яғни осылай кезек-кезек 4 сөзді талдап шығасыңдар балалар. Сурет бойынша сөз жұмбақты шеш. Біріншісі суретте қоян, екінші суретте бізде шырша, үшінші суретте сауысқан екен. Енді сауысқан, қоян, шырша туралы ертегіні тыңдап көрейік. Қысты күні орман ішінде қоян мен сауысқан кездесіп қалады. Екеуі бір-бірімен амандасады. Мұнда бір жарқыраған нәрсе көрдім, бірақ таба алмай жатырмын, деді сауысқан. Екеуі шыршаны мұқият қарай бастады. Биік жасыл шырша қар жамылып айналасына өзінің мәңгі жасыл сұлулығын таратып тұрғандай. Кенет шыршаның жоғарғы жағынан бір кішкентай затты көріп, анау не? Деді екеуі таңдана қарап. Сауысқан жоғарыға қарай ұшты. Қоян оны қызыға бақылап тұрды. Сауысқан бұтақтардың арасына кішкентай алтын түсті қоңырауды алды. Бұл өткен жаңа жылдан қалған бір безендіру заты болатын. Сауысқан қоңырауды алып қоянға ұшып келді. Біз мұны қайда ілсек, деді сауысқан. Оны осы шыршаға қайтадан ілейік, деді қоян. Екеуі бірігіп аласалау жерге қоңырауды ілді. Қоңырау желмен тербеліп, сыңғырлаған дыбыс шығарды. Қоян мен сауысқан бір-біріне қарап жымиды. Олар кішкентай болса да, үлкен іс тындырғандай болды. Осылайша қоян, сауысқан, шыршаның достығы одан әрі нығая түсті. Олар сол күні орманға жылылық пен қуаныш сыйлап, қысқы орманның сұрғылт күнін жарқын сәттерге толтырды. Дәптермен жұмыс: дауысты және дауыссыз дыбыстар. Д дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында келеді. Барат, келет деген сөздер дыбысының өлең жолдарында көптеп кездеседі. Неге сөздің басында келіп тұр, д, одан кейін сөздің ортасында келіп тұр, яғни сөздің басында, ортасында және жаңа айтып өткендей өлең жолдарында соңында келеді екен. Мына жердегі сөздерді өздерің оқып шығасыңдар балалар. Екінші жаттығу, үшінші жаттығуды жаңа біз көрсеттік. Балалар, бүгін біз қыс туралы мәтінді оқып, дыбыстық талдау жасадық және шырша, қоян, сауысқан туралы ертегі құрастырдық. Сабақ аяқталды.